Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге оқтаусыз жасалатын шоколадты медовиктің рецептімен бөліспекшімін. Медовик өте жұмсақ және сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде сақтап алып жасап көріңіздер. Уақыттарыңызды да үнемдейді. Ол үшін қайнап тұрған суға, ыдысқа бал салып, водяная баняда балымызды ертіп аламыз. Таза балда, жасанды балда жарай береді. Бал прозрачный түске ену керек, осындай. Үстіне ас содасын салып, пищевая содамызды салғаннан кейін мед көпіреді. Осылай аппақ қылып, массаны 2 есе 3 есе ұлғайғанша көпіртіп аламыз. Бұл не үшін керек? Бұл балды тортымыздың арасында жеген кезде пищевая соданың дәмі шығып тұрмау үшін. Осылай әбден көпіртіп алу керек. Әрі корждарыңыз жұп-жұмсақ болып шығады. Осылай көпіргеннен кейін оттан аламыз. Үстіне сары майымызды салып, араластырып, шетке қойып қоямыз, суығанша. Міндетті түрде суытып қосу керек. Енді жұмыртқаға қантты қосып, көпіртіп, миксерлетіп аламыз. Негізі бұл процесті венчикпен де жасауға болады, бірақ миксермен оңайырақ. Міне осылай масса ұлғайғанша көпіртіп аласыз, жұмыртқа мен қантты. Одан кейін үстіне балды масса бар ғой, бірінші дайындаған, соны суытып қосамыз. Міне суығаннан кейін ғана қосу керек. Бір араластырып аламыз. Какао мен ұнымызды сала отырып, ақырындап миксерлеп қамырын дайындаймыз. Бірінші бір қозғап алыңыз, әйтпесе ұныңыз ұшып кетеді. Қамырымыз дайын болды. Описаниедегі рецепт бойынша дайындаңыздар. Енді пергамент бумагаларымыз дайындап аламыз. Бұл рецептпен 6-7 корж шығады. Енді форманы өздеріңіз таңдайсыздар. Мен мысалға 4 бұрышты етіп жасағым келді тортта, сол себептен 4 бұрышты формаға дайындап жатырмын. Сіздер домалақ форма болатын болса, домалаққа да жасауға болады. 22-24 диаметрлік формаларда 2 ас қасықтан сала отырып пісіріп аласыз. Торттың биік болғанын қаласаңыз, диаметрін кішірейтсеңіз болады. Сонда сізде көп корж шығатын болады. Мінекей қамырымызды салып, осылай жайып шығамыз.
Артық көп қосып жібермеңіздер, осы қамырдың өзі де әдемі болып пісіп шығады. Енді корждарымыз 180 градуста 5-7 минутта пісіп шығады. Оны өз уақытыңызға қарап отырып пісіріп аласыз. Себебі бұлар шоколадты корж болғандықтан олардың піскен піспегені көрінбейді. Күйіп кетеді бірден. Сол себептен сағатқа қарап отырасыз. Мен формам жылжи берген соң спичкамен тіреп қойдым. Сіздерде де солай жасап қойсаңыздар жақсы болады негізі. Өйткені форма өзінің несін ұстамайды. Мінекей екінші рет тағы сіздерге көрсетейін. Осылай аккуратно жайып шығасыздар. Және противньді астына сала отырып аласыз. Енді крем дайындаймыз. Кремге мен сливки мен сгущенка алдым. Сливки қоюлана бастаған уақытта миксерді тоқтатып, сгущенканы қосасыз. Көп миксерлеп жіберуге болмайды. Өзі формасын ұстай бастаған уақытта тоқтау керек. Мінекей. Крем сәл жидкилау болады. Сәл ғана. Мінекей, лопаткадан оңай түсіп кетеді. Осындай болу керек. Енді піскен корждарымызды суығаннан кейін ғана пергаменттен шешіп аламыз. Оған дейін шешуге болмайды. Менің формам подложкаға келмегендіктен осылай астына тақтай қойып алдым. Енді кремді де 2-2,5 ас қасықтан сала отырып, тортты жинап аламыз. Бірінші корждан кейінгі корждардың барлығын теріс қаратып саласыз. Міне, терісінен салынады. Сонда сіздің креміңіз сіңімді, тортыңыз өзінің формасын ұстап тұратын болады. Ең үстіңгі бетін оң қаратып жаясыз. Шетінің барлығына кремді жағып шығасыз. Мінекей осылай жинап шығамыз. Бетіне қалыңдатып кремімізді жағамыз. Енді коржын ұнтақтарын өз қалауыңыз бойынша сеуіп шықсаңыз болады. Барлық жерін жауып тастауға болады, не болмаса мен сияқты тек жанын қаптап шығуға болады. Мінекей, медовигіміз дайын. Міне кесілген түрі. Торт өте жұмсақ болып шығады.
прям ауызда ериді. Бұл тортты жеген адам сізден тағы да осы тортты сұрайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Жадыра.